Вау, как вкусно, каналыма қош келдіңіз. Бүгін қаттама нан жасаймыз. Мен қаттама нанды жусаймен жасадым. Сіздер пиязбен де жасасаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мына видеодағыдай көріп тұрғандай қатпарлы шашылып тұр, аралары ашылып, өте дәмді болып шықты. Қатпарлы десе қатпарлы. Яғни мен тестасына дайын слоеное тесто дейді орысша, ондай алған жоқпын, өз қолыммен жасадым. Сіздерге де кеңес беремін, өз қолдарыңызбен жасап. Яғни менің рецептім бойынша осылай шашылып, қатпарлы болып қаттама нандарыңыз шығады. Яғни тестасына 4 ақ қажет: ұн, су, тұз және май. Тестаны екіге бөлеміз. Әдемілеп топ-томалақ қылып жаямыз. Мына жусай алдық, бір пучок дейді, жусай. Қатты жағын алып тастаймыз, оны турамаймыз, жұмсақ жағын турап аламыз. Бір жақ тестаны үстіне май жағып шығамыз. Оның үстіне жусай сеуіп шығамыз. Үстіне екінші тестаны қоямыз да шеттерін жақсылап жабыстырып шығамыз. Оның үстіне тағы да май жағамыз. Дайын болған тестаны видеодағыдай 2 сантиметр көлемінде кесіп шығамыз. Ары қарай видеодағыдай қайталаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, әрі қарай ерекше рецепттерді жеріп алмас үшін тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мына қарап тұрғаныңыздай қамырды өстіп дөңгелектеп аламыз. Менде 4-еу шықты. Осылай дөңгелектеп аламыз. Сыртынан дөңгелектеп. Осылай видеодағыдай үстінен басып шығамыз. Біріншіден сразу оқтаумен, яғни басып шықпаймыз, себебі жабысып қалады. Алдымен үстінен жаймен деп басып дөңгелектеп аламыз. Араларын ашып басып болғаннан кейін барып оқтаумен, жаймен ғана итеріп дөңгелектеп алып шығамыз. Жұқара қылып жаямыз. Дайын болған қамырды ысып тұрған сковородкаға, яғни сковородканы блинчик пісіргендей май жағып шығамыз. Ысып тұрған сковородкаға осылай бірінші бетін пісіріп аламыз, қызарғанша күтіп. Одан кейін екінші бетіне аударып, екінші бетін қызартып пісіріп аламыз.
осылай видеодағыдай аударып пісіріп аламыз. Байқап тұрғаныңыздай піскен кезде уже міне қатпарлы болып шықты. Аралары ашылып, шашылып, қатпарланып, қаттама десе қаттама. Яғни қабат-қабат қаттама дейді ғой, сол сияқты шықты. Осы қаттама рецептім сізге ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Себебі бұдан да ерекше рецепттермен бөлісемін. Жіберіп алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Вау, как вкусно! Каналыма тіркеліп, келесі рецепттерге көшейік.